Баршаңызға сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге өте дәмді әрі жұп-жұмсақ, қолжетімді заттармен дайындалатын пирогтың рецептімен бөліспекпін. Ол үшін бөлме температурасына жұмсақ сары майға жұмыртқа, шым-шым тұз қосып араластырамыз. Үстіне қант саламыз. Одан кейін араластырып болғасын електен өткізіп ұнымызды және разрыхителімізді салып, жұмсақ қамыр илейміз. Дайын болған қамырымыздың кішкене бөлігін алып мешокқа салып морозилкеге қатырып қоямыз, қалған үлкен бөлігін холодильникке салып қоямыз. Қамырымыз дайын болғанша начинкасын дайындаймыз. Ол үшін қанттың үстіне кукурузный крахмал салып араластырып қоямыз осындай бір кесеге. Енді малинамызды қатырылған толықтай жай отта ертеміз, мінекей ертіп жатырмыз. Енді толық ерігеннен кейін үстіне кукурузный крахмалмен араластырып қойған қантымызды саламыз. Араластырамыз. Мінекей қараңыздар, қоюланды малинамыз, начинкамыз дайын. Енді ол суығанша қамырымызды жайып дайындаймыз. Қамырымызды осындай тік төртбұрыш етіп жайып алдым. Үстіне мінекей суыған қоюланған начинкамызды салып шықтық. Немесе кез келген вареньені салып жасасаңыз да болады. Үстіне қатырылған қамырымызды теркадан өткізіп, алдын ала қыздырылған пеште қызарғанша пісіріп аламыз. Мінекей қараңыздар, пирогымыз дайын болды. Қатты қызартып жібермейміз, сарғайғанша пісіреміз. Өте жұмсақ болып шығады және өте дәмді. Әртүрлі вареньемен жасасаңыздар болады, әртүрлі дәмде шығады сонда. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер де сіздерге рецепт ұнаса, лайк басып, менің каналыма жазылып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Перизат Манатовна.